Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. Елбасымыздың болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаласында туған жер бағдарламасы аясында Ақши ауылдық кітапханасы қазақ халқының сан ғасырлық қозғалысының тарихында ерекше орын алған 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілістің жалпы жұрт таныған басшысы, қазақтың азаттығы үшін күрескен қоғам қайраткері Тоқаш Бокиннің туғанына 130 жыл толуына орай қазақтың аяулы ұлы жалынды күрескер туралы өміріне шолуды назарларыңызға ұсынамыз. Тоқаш Бокин 1890 жылы 25 сәуірде бұрынғы Жетісу облысы Верный уезі 6 ауылда дүниеге келді. Ол Жетісудағы 1898-1906 жылдары Верный қаласында ер балалар гимназиясында білім алған. 1914 жылы Верный уезінің сот органдары мен қоныс аудару басқармасында тілмаш болған. 1914 және 16 жылдары Санкт-Петербург қаласында сот палатасында жұмыс істеген. Патша үкіметіне қарсы түрлі саяси ұйымдарды бағдарламалармен танысады. 1916 жылы елге оралған Тоқаш Бокин қазақ халқының ұлт-азаттық көтерілісінің Жетісу ошағы жетекшілерінің бірі болды. Өлкеде азамат соғысы етек алған кезде ол саяси күрестің құрбаны болды. 1967 жылы Алматыда оған ескерткіш орнатылды. Алматының бір көшесіне Тоқаш Бокин аты берілді. Алматы облысы, Іле ауданы, Ақши ауылының мәдениет үйінің алдында 1980 жылы Тоқаш Бокин ескерткіші орнатылған. Сонымен қатар ауылдағы номері 41 мектепке және бір көшеде Тоқаш Бокин аты берілген.